Сәлем достар, бүгінгі біздің айдарымызда психологиялық тест. Адамдар бір жағдайға тап болса да, әркім оны өздігінше көруі мүмкін. Оны оптикалық иллюзиялар дәлелдейді. Мысалға, мына суреттен не байқадыңыз? Табиғат көрінісін, көл жағасын, ағаштарды және алысқа қарап тұрған ғашықтарды көрген боларсыз. Алайда бұл суретте бала да бар. Іздеп көріңіз. Бұл оптикалық иллюзияның әсері субъективті немесе иллюзиялық сұлба ретінде белгілі. Қарапайым сөзбен айтқанда бұл шартты сурет. Оны арнайы салмады, бірақ ми аздап тырысса, оны нақты сурет ретінде анықтайды. Егер бұл суреттен баланы көре алмасаңыз, миыңыз сізге таныс нәрселерді маңызды санады деген сөз. Яғни бұл жерде табиғат, адамдар, бұл сіздің ұқыпты екеніңізді және ақпаратқа жекеден бүтінге дейін анализ жасайтыныңызды көрсетеді. Егер баланың сұлбасын жылдам тапсаңыз, бұл сіздің ауқымды ойлайтыныңызды, ұсақ түйекке аса мән бермей, жағдайға жалпылама қарайтыныңызды көрсету мүмкін. Оған қоса, оптикалық иллюзияларды табу жаттығуға байланысты. Мұндай басқа тырғыштарды жиі орындап жүргендер жасырылған объектіні тез табады. Өз жауаптарыңызбен видео астында бөлісіңіздер. Келесі кездескенше достар.